өткеден кеше тамақ сұрадың ғой? Тамақ сұраған. Жоқ, тыңдасай. Сөйтіп енді Камила тұрып, тип анандай қылып айтты да, біз сенен қарағанда тамақ іштік дегендей қылып ше, сен үміткермен тамақ ішмедің бе сонда? Еркебұланның көңіліне шынар шығып жүрме. Мен мысалы қызды жақсы көрсем, қыз үшін барлығын жасаймын. Сәлден кейін бір ой. Жаңа қатысушы Айзиза біздің. Hoş geldin. Өтегенмен амандастың ба? Неге? Дұрыс араласпайсыңдар ма? Бір маусымда отындар ғой. Бір маусымда отындар ғой. Маусымда отқанда мен басқа кетіп қалдым ғой. Бірақ одан кейін жиналған кезде көрістік. Не үшін келдің? Қызық болып тұр барлығымызға, енді карнасы қосылып алсын. Привет. Ей, не болды, ғашықсың ба? Жоқ, амандасып жатырмын просто. Меня Ерлан зовут. Будем знакомы. Намен амандаспа. Бұл апасына. Бұл апасына. Гаремға кірейін деп тұрғанда жоқпын десең. Десем, я деді. Өмір бір жаңалық ашып жүрсіз, е? Да? Интересно же. Қалай ойлайсыз? Ішінде шірей интересно, е? Я. Сол, бәрін ойлап отырмын. Жалпы Мадина ханымдікі дұрыс па бұл қылығы? Я, мен ойымша дұрыс. Не айттырам? Менде бір ой бар да. Мадина мен Ринат кездесіп жүр, Мадинаның Ринатқа деген қызығушылығы оянып, қан тапсырып, болашақта бала туам ба деген бір ой болып, тапсырды ма деген бір қызық ой бар. Тумайым деп еді Мен ғой. ойымша енді бұл кісілер кішкене өмір көрген жігітпен қыз ғой. Алдын ала егер менде де осындай тағдыр болатын болса, онда мен алдын ала тексеріп алатын едім қазіргі жағдайда. Енді так как біз әлі тұрмыс құрмаған қыз болғандықтан бізге я тұрмыс құрардың алдында ғана тексерілсек болады деп ойлаймын. Тапсырады.